Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің аға оқытушысы Тажиева Гүлмира Балтасқызы. Жүктану пәнінен келесі дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ауыл шаруашылығында жүктер, соның ішінде орман материалдары. Ағаш тасымалдау ерекшеліктеріне келіп тоқтайтын болсақ, тасымалдаушылар ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды тасымалдау үшін тасымалдауға ұсынылатын ағаштан және ағаштан жасалған бұйымдардың ұзындығын ескере отырып, тіркемелері, ұзартылма жартылай тіркемелері бар автомобильдер немесе ернеулі платформалары бар автомобильдерге бөледі. Жүк жөнелтуші тасымалдаушының келісімімен автокөлік құралдарын ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдардың кабинаға сырғу мүмкіндігін болдырмайтын бейімді құралмен және құрал жабдықтармен жабдықталуы тиіс. Мысалы, сырғанауға қарсы шиналармен немесе жалдармен. Кабинаның артына оны бөренелер мен шыбықтар бастарының соққыларынан қорғау үшін қалқан орнатылуы тиіс. Ағаш таситын жолдар бойынша ағаш дайындауды жүзеге асыратын мекемелер мен жүктерді автомобильмен тасымалдау шарты бойынша ағаш тасу кезінде автокөлік құралдарының барынша ені 3,2 метр, барынша биіктігі 4 метр ретінде қабылданады. Автопойыздың жалпы ұзындығына шек қойылмайды. Жүк жөнелтуші тиеу пункттерінің және барлық автомобиль ағаш тасығыш жолдары мен қиылыстарда сымдардың, электр кабельдердің және басқа да кемінде 4,5 метр биіктікте ілінуі керек. Сондай-ақ кез келген жүк көтергіштікті ағаш тасығыштардың еркін маневр жасауы мен айырылысуының қамтамасыз етуі керек. Тасымалдау қашықтығы 10 километрге дейін болған кезде ағаш тасу негізінен жартылай тіркемелерді алдын ала тиеу арқылы жүргізіледі. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды автокөлік құралына тиеу мен бекітуді жүк жөнелтуші, ал түсіруді және бекіткіштерін алуды жүк алушы жүзеге асырады. Жүргізушінің тиеу түсіру жұмыстары мен бекітуге қатысуына рұқсат етілмейді. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды кранның көмегімен тиеу және түсіру кезінде жүргізушінің автокөлік құралының кабинасында болуына рұқсат етілмейді. Жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының жүкті автокөлік құралы кабинасын үстімен жылжытуына рұқсат етілмейді. Жүк жөнелтуші ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды жүк автомобиль мен тіркеме кониктерінің арасына біркелкі орналастырады. Автокөлік құралындағы жүктің биіктігі ұзартылмадағы жүктің биіктігінен сортаменттер тасымалданатын болады. 100 мм-ден, ал шыбықтар тасылатын болса 300 мм-ден аспайды. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдар тіркемелері бар жүк автомобильмен тасыған жағдайларда жүк автомобильге тіркемені тіркеуді жүк жөнелтуші жүргізеді. Тіркеуші автопойыз жинақтарының арасында жүргізушінің рұқсатымен ғана болуы мүмкін. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар орындардың көлемі мен саны бойынша жүзеге асырады. Жүктің салмағын жүк жөнелтушіні есептеу арқылы анықтайды және орындардың көлемі мен саны бойынша тауар көлік жүк құжатында көрсетеді. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды тасымалдауда тасымалдаушылар қауіпсіздік техникасы және осындай тасымалдардың ерекшеліктері бойынша нұсқаудан өткен жүргізушілерді ғана жібереді. Сал ағызу ағаштардың қалқымалығын пайдаланып, олардың көлік құралдарына тиемей тасымалдау. Кей жағдайда сал ағызуды тіркемелеп түйреу қолданады. Сал ағызу тізбекті сал ағызу, бөренелі жеке дара ағызу, байланыстыра ағаш ағызу және кемемен ағаш тасымалдау болып бөлінеді. Сал ағызу кезінде жағалауға, тастарға және бір-біріне соғылу салдарынан бөренелердің сылдырылған қабықтары, сынған бұтақтар су түбіне шөгеді. Іске жарамды ағаштардың
10%-на дейін суға шөгеді. Шөккен ағаштар бөлінген шырыш, зиянды қоспалар біртіндеп ыдырау барысында судағы оттекті жұтады, фенолдар мен өзге де зиянды заттар бөліп шығару арқылы су көздерін уландырады. Өзен жағалауындағы сал ағызуға кедергі келтіретін қалың бұталарды шауып тастағанда өзен аңғарының мүжілуі күшейеді, ал ол өз кезінде арнаны шөгінділерге толтырады. Сал ағызу әсіресе балық шаруашылығына үлкен зиян келтіреді. Бөренелерінің қозғалуы кезінде балықтар жарақат алады, уылдырық шашатын алқаптар бұзылады. Улану әсерінен уылдырық пен жемдік ағзалар қырылады. Өзен алаптарындағы ағаш кесу өзендегі температуралық және биологиялық режимді бұзады. Арналар тайыздалып, суаланады, сөйтіп балық шаруашылық айналымынан шығып қалады. Мұндағы шөккен ағаштардың рөлі айтарлықтай. Сол сал ағызудың салдары тіпті ол тоқтатылғаннан кейінгі көп жылдарда көрініс алады. Ағаш конструкцияларын тасымалдау мен сақтау кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Тасымалдау мен сақтау кезінде ағаш конструкцияларын тасымалдау мен сақтау жағдайларын осы техникалық регламенттің, сондай-ақ осындай талаптар белгіленетін басқа да техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестендіруді қамтамасыз ету қажет. Ағаш конструкцияларын сақтау, сондай-ақ тасымалдау, әзірлеу үшін жобалау сатысында көзделген және осы техникалық регламентпен үйлестірілген ағаш конструкцияларына арналған стандарттарда көрсетілген барлық қауіпсіз талаптар мен қорғау шараларын ескере отырып орындау қажет. Конструкцияларды олардың ілініп тұруы мен қалдықтың деформациясын алып тастау үшін типі мен өлшемдері бойынша сұрыптап сақтаған жөн. Конструкцияларды тасымалдау мен сақтау кезінде оларды ылғалданудан, ластану мен механикалық бүлінуден қорғалуы қажет. Конструкциялардың металл элементтерін жәшіктерде немесе орындарға байлап сақтау керек. Оларды төсемдердегі жеке орнықты штабельге салу керек. Конструкциялардың металл элементтерінің топырақпен жанасуына жол берілмейді. Сақтау мен тасымалдау кезінде металлды элементтердің топсалық және тіректік біліктердің бетінде бұрама қорғағыш майлармен жағылуы тиіс. Ағаш конструкциялар тапсырыс берушіге дайындаушы кәсіпорыннан оралған күйде тиеп түсірілуі қажет. Тапсырыс берушімен келісім бойынша оралмаған, бірақ ылғалдан қорғағыш құрамдармен қорғалған конструкцияларды жеткізуге рұқсат берілмеді. Ағаш конструкцияларды көлік құралдарына тию кезінде оларды ығысу мен соғылудан сақтайтындай етіп мықты бекітіліп, дұрыс орнықты қатарларға салу қажет. Конструкцияларды көтеру, тию және түсіру жобада көзделген монтаждау ілгектерін қысқышы бар кранмен немесе арнайы қысқыш құралдармен және иілгіш белдіктерді қолданып жүргізген жөн. Конструкцияларды қармау орындары нақты түрдегі конструкциялардың жұмыс сызбаларында көрсетілуі тиіс. Конструкцияларды тию, тасымалдау және түсіру кезінде лақтыруға тыйым салынады. Ағаш конструкцияларын тасымалдау, сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін қорғағыш өңдеу жөніндегі сындарлы шараларды көздеу қажет. Сындарлы шаралар мыналарды көздеуі тиіс. Біріншіден, бұл конструкциялар сүрегінің атмосфералық жауын-шашынмен, топырақтың және еріген сумен, өндірістік сулармен тікелей ылғалдануынан сақтау. Екінші, конструкциялардың сүрегін тоңазудан, капиллярлық және конденсаттық ылғалданудан сақтау. Үшінші, бұл конструкциялар сүрегін кептіргіш температуралық ылғалдылық режимін құру арқылы жүйелі кептіру немесе желдету. Ағаш конструкциялары ашық, жақсы желдетілген және тексеруге, профилактикалық жөндеуге, сүректің қорғағыш өңдеуін жаңартуға арналған барлық бөліктеріне мүмкіндігінше қол жетімді болуы тиіс.
ағаш конструкцияларын тасымалдау және сақтау кезінде сақтау шарттары мен мерзімдері штаттан тыс әрі апаттық жағдайлар туындаған жағдайларда қысқа нұсқаулықтар көрсетілген өнімдердің әрбір партиясына арналған ілеспе құжаттамамен қамтамасыз етілуі тиіс. Өрт сөндіру әдістері мен құралдарын қоса алғанда апаттық жағдайлардың алдын алу, жою және олардың зардаптарын жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу қажет. Ағаш конструкцияларын тиеуді, түсіруді, тасымалдауды және жинауды қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін қажетті деңгейдегі біліктілігі бар персоналдар жүргізуі тиіс. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды жүк жөнелтушіден тасымалдауға, қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар орындардың көлемі мен саны бойынша жүзеге асырады. Жүктің салмағы жүк жөнелтуші есептеу арқылы анықтайды және орындардың көлемі мен саны бойынша тауар көлік жүк құжатында көрсетіледі. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды тасымалдауға тасымалдаушылар қауіпсіздік техникасы және осында тасымалдың ерекшеліктері бойынша нұсқаудан өткен жүргізушілерді ғана жібереді. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келетін болса, бұл орман ресурстары халық шаруашылығында аса маңызды орын алады. Ағаштан құрылыс материалдар, тұрмыстық және өндірістік бұйымдар, қағаз, жиһаз және басқа да өнімдер алады. Ағаш және орман материалдарын тасымалдау бұл жауапкершілігі жоғары үдеріс. Тию, түсіру, бекіту, сақтау және жеткізу барысында қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау қажет. Автокөлікпен, су көлігімен немесе сал ағызу арқылы тасымалдау кезінде жүктің құлауы, қозғалысы мен ластануы болмауы тиіс. Сондай-ақ орман қорын қорғау, өрт қауіпсіздігін сақтау және орманды ұқыпты пайдалану әрбір азаматтың міндеті. Осылайша орман байлығын тиімді пайдалану мен оны тасымалдауды дұрыс ұйымдастыру, экологияны сақтап, халық игілігін арттыру және табиғат ресурстарын келешек ұрпаққа жеткізудің басты жолы. Назарларыңызға рахмет.